Тағдыр ер жүректі батыл жандарды жақсы көреді. Адамдар мұны ескі заманнан біледі. Ал табанды әрі қажырлыларды тағдыр құрмет тұтады. Бауыржан Әбішев бұл ақиқатты сынап көргендердің бірі. Ол отандық әрі әлемдік кино өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырды. 10 жылдан астам тәжірибесі бар, қауіпті қойылымдардың шебер орындаушысы. Жас актердің мұндай белестерді бағындыруына әсер еткен не нәрсе? Тағдыр, сәттілік, сенімділік, мүмкін табандылық болар. Каскадер болу үшін біріншіден ол адамның жүрегі, жүрегінен бұрын жаңа қорқынышты жеңе білу, екіншіден мінезі болу керек қой. Мінезінен кейін барып, жаңа спорттың бағыттары. Спорттың бағыттары ол әрине бокс болсын, боевой спорттың әрі жағынан кішкене хабар болса, ең бастысы акробатиканың гимнастика. Әр жерде аунап, құлап кетуге, ешқандай жарақат алмау үшін. Өнерін қазақ киноиндустриясына арнап жүрген Бауыржан Әбішев, ақш, Ресей және отандық кинотуындыларда қиын да қауіпті рөлдерді сомдаған каскадер. Ол әлемдегі ең мықты каскадерлардың бірі. Әрі жоғарғы деңгейлі трюктарды қоюшы нағыз маман. Қазақстанда көрген бірден бір ең мықты каскадер, постановщик Бауыржан Әбішевті мойындаймын. Өйткені 14-15 жыл мен спортқа келгелі бері 13-14 жыл болса, Бауыржанның каскадер болып келгеніне 13-14 жыл болды. Ол барлық шетелдің, Европаның, Голливудтың киноларын бәрінде жұмыс істеп көрді, қалай болатынын біледі. Ең кейін түріктерді өзі жасап көрді, өз басынан өткеннен кейін тәжірибесі мол адам деп айта аламын. Бойындағы бір жақсы қасиеті бар. Алдыға қойған бір мақсатына мен осыны істеймін десе, соны істейді, жетеді. Жалпы өзінің кішкентай кезден бастап арманы да ол сондай бір режиссер болу, каскадер болу сияқты. Енді каскадерлік жұмыстан біраз жұмыс атқарды деп айтуға болады. Өйткені шетелдік актерлармен бірге жұмыс атқарды. Жаңағы Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, бүкіл шетелдегі актерлармен Бауыржан бір фильмге жұмыс істеп, сол жақта каскадерлік жұмыс атқарып келді. Эстрада және цирк колледжінде білім алған ол, 4 жылдың ішінде жонглерлық, ат үстіндегі акробатика секілді түрлі жаттығулармен шыңдала түсті. Оқу орнын тәмамдап, Жайдарбек Күнғожиев жетекшілік ететін Намат каскадерлар тобының мүшесі ретінде 10 жылдан астам қызмет атқарды. Бүгінде қауіпті трюктардың шебер орындаушысы өз мамандығын жеке жалғастыруда. Қазақ режиссері Ақан Сатаевтың рекетирі, ағайындылар, ликвидатор, жау жүрек мың бала және көшпенділер, Мұстафа Шоқай, Меч Махамбета секілді қазақстандық кинотуындыларда актерлық, каскадерлық мамандығын шыңдай түсті. 2012 жылғы қазақ кинематограф саласындағы ең ірі әрі бірегей жоба Жау жүрек мың бала кинокартинасында трюктарды жоғарғы дәрежеде қоя білді. Біз Бауыржанмен осы Жау жүрек мың бала фильмінің түсірілімінің алдында үлкен дайындық болған. Сол дайындықта бірге Бауыржанмен дайындалып, Бауыржанмен дайындағанда ол бізді дайындады. Сол 4 ай бойы қасында болып, сол жігіттердің қолынан тәрбие алдық. Жалпы трюктар жағынан. Сөйтіп Жау жүрек мың бала фильмі бітті. Біткеннен кейін бізге айтты, осы залға келіп тұрыңдар жігіттер, араласып тұрайық, бәрі де біз бір жолдамыз ғой деген сияқты. Содан тіл табысып, өмірде де жақсы араласып кеттік. Өмірде біздің өзіміздің үлкен ағамыз сияқты. Жау жүрек мың балада мен жаңа
көбінесе бой жағына жауап бердім. Жауапкершілігім бой жағына болды. Сондықтан актерларды түсірілім алаңнан бұрын 2 ай дайындадық. 2 ай тренировка, жаңа физический подготовка жағынан, фехтование аттың үстінде. Сосын түсірілім бағытында мен өзімнің 1-2 сахналарын түсіріп дайындық кезінде түсірдім. Қалай болу керек деп өзім көз қарасымен көрсеттім. Сол Аханға бір емес, бірнеше проектте жұмыс істеген екен, ол маған сеніп, сен үлгермей жатыр, мүмкін 2-ші юнит болып, мысалға шетелде каскадерлар 2-ші юнит болып түсіріледі. Экшн сценаларын сонда трюк жағына келгенде каскадерлардың өздері алып, оператормен, актерлармен, каскадерлармен бірігіп бөлек өздері түсіре береді. Сондықтан енді кішкене үлгермеген жерлеріміз болды. Ойымыздағы көрсетеміз деген көрсете алмаған кездеріміз болды. Бауыржан 2011 жылы триллер жанрында түсірілген қазақстандық «Ликвидатор» фильмінде жемісті еңбек етті. Шытырман оқиғалы бұл фильм қазақ кино саласына серпіліс әкелді. Фильмде моральдық сұрақтар қозғалып, сюжеттер шебер түрде берілді. Фильмдегі шабуылдар мен шайқастарды қойып, әрі орындап шығу үшін аз ғана уақыт берілген. Уақыттың тапшылығына қарамай фильмдегі трюктар өз деңгейінде орындалды дейді каскадер. Ликвидаторда бір сахнасы болды. Винни Джонс деген шетелдің Англияның актері түсті. Соның төбелесін түсірер кезде келіп көрсетті, мен төбелесті айтып түсіндіріп, бірнеше ауызбен, мысалы, мына жерден кіресің, есіктен өтесің, ұрасың, құлатасың, сонымен мына жерге дейін келесің деп, комнатасына, басқа комнатаға. Сол кезде қарады да, жақсы, керемет, бұған қанша уақыт дайындаламыз, қанша уақыт түсіреміз деген сияқты. Режиссермен мен айттық, ертең бастаймыз деп. Ол таңғалды, қалай түсірмексіздер, өйткені шетелде ондай бой сахнаны 1 апта, 2 апта кемінде дайындалады, 1 апта, 2 апта түсіріледі. Сондықтан уақыт көп бөлген екен, экшн жағы жоғары деңгейде. Бізде тез-тез қысқаша түсірген екен. Енді бар күшімді салдым, алғысын айтқандарын естідім, бойларды жақсы шықты деп. Мен үшін ол қуаныш, жұмысымды бағалаған. Бауыржан Бейсенбекұлы Әбішев 1982 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылында қарапайым отбасында дүниеге келген. Әкесі электрик, анасы мұғалім болған. Әкесінің тәрбиесімен спортқа ден қойған Бауыржан шетел киноларының әйгілі жұлдыздары, өз өнерлерімен әлем көрермендерін тәнтеткен Джеки Чан, Ван Дам, Стивен Сигел секілді актерларға еліктеп өскендігін жасырмады. Сол актерлар секілді киноға түсуді армандады. Каскадерлік кәсіпке деген ерекше ынтазарлық осылайша бастау алған. Өзімнің әкемнің тәрбиесімен спортқа деген бейімдеушілік мықты болды. 5-ші сынып оқып жүрген кезде Джеки Чанның киноларының, Ван Дамның кинолары дейді, Голливудтың кинолары, экшн. Соларды көріп, сондай жұмыс істесем каскадерлік салада деген өзімде бір ой туылды да, сол мақсат алдыма жоспар қойып, соған қадам бастым. Сол қадам басқалы, Құдайға шүкір, жеттім деп ойлаймын, өзімнің мақсаттарының біріне. Енді өкінішке орай деп бастағым келіп тұр, біздің кино нарық жылына Голливуд сияқты 300 фильм, Болливуд сияқты Индияның 600 фильм түсірмейді. Сондықтан да бізде жылына түсірсек, бір 5 немесе 4 фильм түсіріледі. Сол себепті бұл жерде еңбектері еленбейді деп жатқан кезде, жалпы еңбектері енеледі ғой, бірақ ақша жағына келген кезде де, мысалы, бүкіл ауыр күш соларға түседі. Мысалы, кейбір жерде, мысалы, актер айтуы мүмкін, мен қолымнан келмейді, мен белім ауырып тұр, мен қолым ауырып тұр, сондықтан да каскадердің көмегіне жүгінгім келеді деп. Сол кезде ол кісілер барын салып ойнап береді. Сосын барлық қошемет көрсеткен актерға. Ал камераның сыртында, мысалы, айтса да, камераның сыртындағы оператор, каскадер, режиссерларды өкінішке орай еленбейді. Сол себепті ол алтын еңбектің адамдары деп каскадер өнерінде Бауыржан тұтатына камераның артындағы
жұлдыздардың қатарына жатқызғым келеді да. Бірақ енді олай да емес. Қазіргі таңда Бауыржанды бүкіл әлем таниды десем де артық етпейді. Өйткені шетелдік Сильвестр Сталлоneмен бірге жұмыс істеген фильмнен кейін Бауыржанды каскадер әлемінде, каскадер ретінде, нағыз маман ретінде барлық таниды. Бауыржан Әбішев бүгінде каскадерлік топтың жетекшісі. Жаңадан құралған жас топтың болашақтан күтер үміті көп, жоспарларда аз емес. Топтың ең жас мүшесі Серік Тілебалды каскадер болу бала күнгі арманым дейді. 1989 жылы Тарбағатай өңірінде туылған Серік 9 жасынан спортқа ден қойған. Футбол, бокс, ушу, карате, акробатика сияқты спорт түрлерін жақсы меңгерген. Бұрында білмеппін, мен Қазақстанда каскадерлар бар екен. Университет оқып жүрген кезде өзім ойлайтым, армандайтым шетелдің нелерін көріп, группа каскадер құрсам деген. Сосын кейіннен қазақ фильмге барған едім, бір ағамыз таныстырды. Осы Бауыржан Әбішев, группа Намат, каскадер деген. Соларды таныстырып, маған көрсетіп, фотоларын осыларға бар, сенің орның сол жерде деп. Сосын сол ағаларымызға бардым, барған едім, ол кісілер мені көрді, не істеді. Содан кейін өздеріне қарай тартты 2012 жылы. 2-3 жылдай болып қалды. Бауыржандармен жұмыс істеп жүргенде. Мен кішкентайдан арманым болды каскадер болу, өйткені Брус Лидің киноларын мен кішкентай күннен қатты жақсы көретін, аптасына бір рет қайталап көріп шығатынмын. Соны жасағандардың қазір әрекеттерін үйреніп алатынмын, жаттап қарап. Сосын кейбір кішігірім сахналарда постановкалар қойып жүрдім, билердің арасына төбелестерді енгізіп, сөйтіп мектептерде спорттық дайындықтарда сондай нелерді постановкалар, шоулар жасап, сөйтіп кішігірім мектепте. Сөйтіп бастадым мектеп кезінде. Номад тобынан басталған Бауыржанмен арадағы жолдастықтары, достықтары әлі де жалғасып келеді. Жаңа топпен жаңа белестерге шығып, қазақ киносын дамытуға үлес қосу үшін еңбек ету басты ортақ мақсатымыз дейді Еркін. Өзім тайбокспен айланысқандықтан көбінесе мен бұл жерде балаларды дайындау, лап ұстау жағынан, ұру, тебу техника жағынан, ал акробатика жағынан енді үйреніп келе жатырмыз. Ол жағынан біздің Бауыржаннан үйреніп жатырмыз. Негізі сол ұру, тебу, жаңағы құлау, отыгырыштар деп жатамыз ғой, солардан бастап. Қазір біздік негізгі сол менік. Бұл командада атқаратын рөл. Негізі мына кино өте өнердің ұлысы ғой. Біз осы кино арқылы, кинодағы өнер арқылы елімізді бүткіл әлемге танытуға мүмкіндігіміз, арманымыз бар деп ойлаймыз. Мақсатымыз сол. Қазақстанда қазір экшн кинолар дейді ғой. Экшн кинолар аз, өте аз. Және де каскадерларды қатты бағалай бермейді. Олардың жұмысының қаншалық қиындық екенін, оларға көмектесу деген сияқты онда ешкімде қазірге байқаған жоқпын. Тек каскадерлар өз күшімен жасайды, мысалы спорт залы болсын, болмаса басқа нелері, дайындық жағы, экономикалық жағынан ешкім көмектеспейді. Сондықтан да біз жай қозғалып жатырмыз деп ойлаймын. Шетелде өткенде ең жоғарғы, мысалы мен көп деген айтсам болады, жаңа «Неудержимый 2» деген кинода жұмыс істедім. Онда Голливудтың бала кезімнен тәрбие алған Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дам деген сияқты барлық актерлар болды. Солармен 3 айдай бірге жұмыс істедім. Тәжірибе де алдым, көп нәрсені үйрендім. Әр жұмыс істеген сайын олардың киноларында жайлап көзге түсіп, арғар шақырып, ұсыныстар түсе бастады. Солай шетелдің киноларына түсіп жұмыс істедік. Бауыржан Әбішевтің қазақ киносында алғашқы дебюті «Көшпенділер» фильмнен басталды. Дәл осы кинокартинадан соң каскадерлікке деген қызығушылық арта түсті. Мүмкіндікте көбейді дейді Бауыржан. Көшпенділерде, мысалға, бізді каскадер болғаннан кейін біз бәрі жерден істей береміз, түрімізді көрінбейді. Өйткені түріміз көрініп қалса, екінші басқа сценасына түсе алмай қаламыз. Сондықтан біз түріміз көрінбейді. Ол жердің көп жерінде мен болдым. Жоңғарда, Қазақта,
бір жерінде жоңғар болып Абылай ханның досын Ералыны тұтқынға ұстап, аяғын сепке столыпқа байлап қойған кезінде сонымен шығып шайқасатын жерім бар. Сол жердегі түрін көрінеді. Бірге бір жекпе-жек болып шығып, көптеген трюктерді жасадық. Қорған отырар несін түсірді ғой, крепостьті. Соның үстінен құлап, секіріп, енді көп айта берсем, оның ішінде көшпендерде. Каскадерлық мамандықта ең бастысы ептілік пен төзімділік. Әрине, міндетті түрде спортпен айналысатын психологиялық дайындықта мықты болу қажет. Кез келген қиындықта жол таба білу біз үшін басты талаптар дейді каскадер. Ең ауыр жарақатым аяғым десем болады, өйткені сложный перелом болды. 1,5 жылға дейін жұмысқа оралған жоқпын. Каскадерлық саласында. Қойып жүрдім төбелестерді, постановканы, бірақ жүгіруге, секіруге деген сияқты жылдам қимылдауға аяғым қиындау болды. Біріншіден өзімнің ойымдағы кино жағына, режиссерлік жағына көшу. Екіншіден сол өзімнің, білмеймін, ішкі дүнием ба, сол киномен көрсету. Үшінші, мүмкін уақыты келген шығар, өзіме өзім жұмыс істегім келді. Сондықтан, өйткені ол салада намат тобында жүрсем, мүмкін солай жалғастыра берер едім каскадерлік саланы. Өзімнің туыстарымның солай кино деп жүре бересің ба деген, өзіңнің отбасында құрмайсың ба деген. Сондықтан сондай бір мақсатым бар. Қазір кейін кезде жиі ойланып жүрмін. Отбасын құрып, ары қарасын жұмысын қайта жалғастырсам деген. Менің ойымша өзімді таптым деп ойлаймын. Батыл, әрі нақ қадамдармен ол кино әлеміне аяқ басты. Ештеңеден қорықпай, ол өз арманына ұмтылып келеді. Тағдырға бас иіп жаратқаннан жарылқауды сұрайды. Оның алар асуы әлі алда. Бастысы, жігері мен болашаққа деген сенімділік оты өшпесе болғаны.